Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жолдасым осындай өте дәмді етіп скумбрия балығын пеште дайындап көрсетеді. Бейнені соңына дейін қарап, оны қолдай отырыңыздар. Бізге ең алдымен скумбрия балығының өзі қажет. Оны бейнеде көрсетілгендей басын және осы қанаттарын кесіп алып тастаймыз. Кесіп жатқан уақытта біздің балығымыз толықтай еріп кетпеген, сәл мұздап тұрған болуы қажет. Сол кезде ол жақсы кесілетін болады. Кесілген жерлерін алып тастаймыз, ол енді бізге қажет емес. Мына шетінде көрсетілген сызық бойынша пышағымызды жүргізе отыра омыртқа сүйегінің шеттерін ақырындап бейнеде көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Сол кезде біздің ортасында тұрған барлық сүйектеріміз оңай әрі жеңіл алынатын болады. Міне осылай шет жақтарындағы алдыңғы үстіңгі бөлігін және астыңғы бөлігін толықтай пышақпенен жүріп шығып құйрығын да кесіп тастаймыз. Содан соң ақырындап осы кесілген жерлерінен ішін аша отыра тағы да кішкене пышақпенен жүргізіп, сүйектеріміз толықтай алынатындай етіп кесеміз. Балықтан сүйектерін ажыратқан кезде балығымыздың толықтай еріп кетпегені жақсы, сәл мұздап тұрғаны дұрыс. Сол кезде біздің сүйектеріміз оңай әрі жеңіл алынатын болады және етіне жабыспайды. Міне осылай сүйегінен ажыратып болдық. Енді осындай қасықтың көмегіменен балығымыздың ортасындағы артық керек емес жерлерінің барлығын осылай тазалап аламыз. Қасықсыз қолмен де тазалауға болады. Алынбай жатқан жерлерін пышақпенен кесіп алып тастаймыз. Енді осы балығымызды ағынды суда кішкене жуып қанын кетіріп аламыз. Таза болған балығымызды бейнеде көрсетілгендей етіп шеттерін қолымызбенен жүріп шыққан кезде біздің сүйектерімізді оңай алуға болады. Дәл осы бейнедегідей жасасаңыздар, сүйектер өте оңай алынады. Міне біздің балығымыз дайын болды. Енді осы балығымыздың шеттерін осылай 1-2 сантиметрдей етіп өлшеп, осылай кесіп шығамыз. Негізінен скумбрия балығының еті өте нәзік болғандықтан, оның үстінен қатты басып немесе езгілеудің қажеті жоқ. Олай жасайтын болсаңыздар, балығымыздың еті езіліп, былжырап кетуі мүмкін. Осылай ақырын қолымыздың сәл ғана баса отыра, ақырындап шеттерін бейнеде көрсетілгендей етіп, нәзік түрде кесеміз. Достар, менің каналымда бұдан да басқа көптеген тағамдардың рецептілері бар. Сілтемеден өтіп, плейлистерден қарасаңыздар болады. Ал біздің балығымызды толықтай кесіп болғаннан кейін дайын пергамент қағазы төселген формамызға орналастырып, оның шеттерін бейнеде көрсетілгендей етіп, қолымызбенен осылай қанаттарын қайырып ашып шығамыз. Ал сіздер балықты қалай дайындайсыздар және қандай балықтың түрін жиі қолданасыздар? Өз ойларыңызбен комментарий бөліміне бөлісе отырыңыздар. Балықты пергамент қағазына орналастырдық. Енді тұздығын дайындаймыз. Ол үшін соя тұздығы, қара бұрыш, паприка, сарымсақ тісшелерін үгітіп, оған кориандр қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздердің соя тұздықтарыңыз қою болса, кішкене судан қоссаңыздар болады. Енді осы тұздығымызды кондитерлік кисточканың көмегіменен балығымыздың шеттерінен ақырындап бастап, осылай толықтай жағып шығамыз. Достар, бұл жолдасымның сіздерге арнап көрсеткен алғашқы рецепті болғандықтан, қолдау ретінде комментарий бөліміне тіпті смайлик болса да қалдыруларыңызды сұраймын. Ал біздің балығымыз дайын, оны қызып тұрған пеште шамамен 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Скумбрия балығы өте тез дайын болады. Осылай небәрі 10-15 минуттың ішінде керемет дәмді тағамды дайындап, отбасыларыңызға ұсынып көріңіздер. Керемет өте дәмді болып шығады. Дәмі тіл үйіреді. Дайындап көрмесеңіздер, әрине дәмін білмейсіздер. Сол себептен скумбрия балығын осылай пеште дайындауға кеңес етеміз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Астарыңыз дәмді болсын.